Мағжан Жұмабаев. Арыстанмын, айбатыма кім шыдар? Жолбарыспын, маған қарсы кім тұрар? Көкте бұлт, жерде желмін гулеген. Жер еркесі, желдің жөнін кім сұрар? Құрметті ұстаздар, оқушылар, өнерсүйер қауым. Бүгінгі байқауымыздың қазақ әдебиетінің жарық жұлдызы Мағжан Жұмабаев ақынымыздың шығармашылығына арналады. Өлең менің шолпаным, айым, күнім атты мектепішілік Мағжан оқуларына қош келдіңіздер. Мағжан қазақ поэзиясының шолпан жұлдыздарының бірі, әрі бірегейі. Ол артына өшпес рухани мол мұра, өзіне өшпес мәңгілік ескерткіш қалдырып кеткен көрнекті жазушы, ақын, публицист. Мағжанның барлық өмірі поэзиясында. Ақын ел ішіндегі әлеуметтік, қоғамдық өмірге белсене араласады. Соларға ақындық үн қосып отырады. Мағжан өлеңдері негізінен халқының, ел жұртының тағдырына бағышталған. Мағжан лирик ақын, сыршыл ақын. Ақын поэзиясының ең қомақты жағы осы лирикалары. Ақын лирикасының тақырыптары әр алуан. Туған жер, атамекен, халық тағдыры, ар адамгершілік, шынайы махаббат тағы басқалары. Мағжан ана тілінің мол байлығын бойына барынша сіңірген, орыс тілінде жетік білген. Соның арқасында ол Пушкин, Лермонтов, Горький, Байрон, Гете, тағы да басқа орыс батыс ақын жазушыларының шығармаларымен танысып, олардың таңдаулы туындыларын ана тілімізге аударып, халқымыздың игілігіне айландырған. Мағжан Жұмабаев, балалық шағы өлеңі. Балалық шағы патшаның тағы, ала алмас оны бағалап, көп өтпей жыл, тек жүрмей біл. Ілгергі күнді сағалап, үйрен білім жастықта, білмесен жанға қастықта. Білімге жүгір, жоқ ойдан түңіл, ерікке қоймай ентелеп. Қайтпас уақыт қал дәмін татып, бос өткізбей еркелеп. Жастық деген бағасыз, қадірін білмес санасыз. Жастық алтын, құрып қал салтын, салтты оның үйрену, өнер қу, бел бекем бу, надандықтан жирену. Талғар ауданы Бесағаш ауылы номері 29 орта мектептің 9 А сынып оқушысы Кадырбаева Индира. Мағжан Жұмабаев. Жас Мағжанға. Мағжан депті біздің бәкең баласын, қарашығым, бүлдірген бөпек адасым. Сұрайсың ғой, қайдан келдің аға деп, енді қайда жол тартып сен барасың. Бұл сөзіне мен айтамын қарағым, ойдан шықтым, ойға дағы барамын. Көптен өзін ұстамап ем қолыма, тотыққандай болдым мынау қаламым. Оқасы жоқ, тотықса егер ашылар, қаламымнан тағы бір сөз шашылар. Сен бөбегім, ер жетерсің, өсерсің, толқындарда толқып басылар. Мен туғанда ақын ағам келді де, келіп маған ақ батасын берді де. Өз бөбегім жас балауса құрақтай, өмір керуен бір сәт тоқтап көрді ме? Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларға мен жастарға сенемін. Жас қырандай балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбындалы шеріндер, алтын арқа жеріндер, мен жастарға сенемін.
Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларға, мен жастарға сенемін. Алаш айбаны ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға шығара олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Талғар ауданы Бесағаш ауылы нөмірі 29 орта мектептің 8-ші А сынып оқушысы Садыбекова Мөлдір. Жетекшім Адилова Замира Закиржанқызы. Мағжан Жұмабаев Зухра. Зухра деген қыз бала, беті алма, жүзі ай, саусақтары күмістей, сүмбіл шаш, көзі құралай. Түн сайын көкке қарайды, ақырын үнсіз жылайды. Жарқырап жұлдыз болсам деп, жалынып көктен сұрайды. Көз жасын көп көреді, тілегін тәңірім береді. Бір түні ұйықтап жатқанда періште көктен келеді. Тыныш жатқан сәбиді оятуға қимайды. Жұмсақ жылы ағалмас қанатпен жүзден сипайды. Көз жасқанда Зухра қыз болды сұлу, бір жұлдыз. Жарқырап нұрын төгіп тұр, төкпейді бірақ нұр күндіз. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Тау суындай гүрілдер, айбынды алаш елімдер, алтын арқа жерімдер, мен жастарға сенемін. Қажу барма тұлпарға, талу барма сұңқарға, иман күшті оларда, мен жастарға сенемін. Айбынды алаш ұраны, қасиетті құраны, алаштың олар құрбаны, мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атын аспанға шығарар олар бір таңда, мен жастарға сенемін. Мен нөмір 29-шы орта мектептің 9-шы А сынып оқушысы Абдували Адима. Мағжан Жұмабаев, мен жастарға сенемін. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат оларғар, мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан, мен жастарға сенемін. Жұмсақ мінез жібектер, сүттей таза жүректер, қасиетті тілектер, мен жастарға сенемін. Мағжан Жұмабаев, Алатау. Иер Алатау, бұйра жал мекен. Қарасам көзім талдау, қияңы асқар Алатау. Бөлек балатау, етекте шөккен нар мекен. Елкендігі ару Алатау, жауһарған тізген жал мекен. Нөмірі 29-шы орта мектептің 6-шы А сынып оқушысы Халыкова Қарақат. Мағжан Жұмабаев, Сұрқұлын. Жазды күні Сұрқұлын, сұлу еді сүліктей. Құрық көрсе құлдырап, жатушы еді еліктей. Алдауға түсіп ұсталып, тұрғанда құлын байланып, жүруші еді әлжан жанында. Сылап, сипап, айналып. Қыс түсті аяз үскірік, көк бұздай бұлтсыз аспаны, отарда жатқан жылқыдан арықта келе бастады. Топырлаған арықпен сырда келді тыртиып, құлын шағын көргелі шыға келді әлжан құнтиып. Сұрқұлын жоқ алдында жалбыраған жабағы, пымпи даузы әлжанның салбырады қабағы. 29-шы орта мектептің 9-шы А сынып оқушысы Тұрлықожа Ақсая. Мағжан Жұмабаев, Бұлбұл. Сайрайсың мұңды күймен жүз құбылтып, кейде аян, кейде желіс, кейде сылтып. Денені суытасың, ысытасың, тұрасың маужыратып, кейде жылытып. Құясың тәтті дауыс тамылжытып, тұрады жан-жануар дәмін жұтып. Ушу жоқ, қарық шиқ еткен қара торғай, ұялып әлде қайда кеткен жылжып. Ұста сөз, мұңды дауысыңды басты болар, тоқтаған шабуылынан құлынтайлар. Дауысыңнан елжіремес нәрсе бар ма, жас төгер бойы балқып терең сайлар. Бұлбұл құс, көзімде жас, кеудемде от, болып мен саған келдім ішімде шоқ. Зертіме сенен ғана дәрмен болар, басқадан анық білдім, еш пайда жоқ.
ойламай отқа түскен еткен жанбыз. Сөз ұқпас, мылқау меңіреу жүрген жалғыз. Көрінбес көзге түрте қараңғыда, япырмай қалдықпен де тіпті таңсыз. Тақаулы тамағында өткір пышақ, тек жатыр тұяқ серіппей сонда даңсыз. Тыңдамас, сөзге түспес, ырыққа көнбес, болды ма қайдан қазақ, тастай жансыз. Жер кетті, жаның кетті, қам жемедің. Құл болдың қара табан енді малсыз. Ортаға қамап алып, қырып жатыр қара жүрек надандық, қолмен сансыз. Қазағым, арыстаным, қайсар ерім, тұрдың ба қару қылмай құрамалсыз. Өзіңдей адамзаттар неғып жатыр бос жүрдің, баспанасыз, үйген тамсыз. Сандалдың, артын боран, алдың тұман, түк көрмей сәуле берер шақшансыз. Білімсіз дейтін надандық жеңгені ме? Буының қалтарайды болып әлсіз. Мен Талғар ауданы Бесағаш ауылының номері 29 мектебінің 10 А сынып оқушысы Ерлан қызы Гүлдана. Мағжан Жұмабаев, сағындым. Абақтыда айдан күннен жаңылдым. Зарғайдым ғой, сағар даламды сағындым. Қарашығым, құлыным деп зарлаған, алыстағы сорланымды сағындым. Жатқан үйім, қабырғасы қара тас, жарық сәуле жылы күнге жаны қас. Ауыр ес, ылғи қара көлеңке, ерте кеште күндіз түні аралмас. Тапал салқын, тым қараңғы үңгіртар, есігімде мықты қара құлып бар. Кіп-кішкене терезелер темірлі, мұндай үйден кім естілер ащызар. Алтын күнді, қара жерді сағындым, жан жолдасым жүйрік желді сағындым. Азаутайда еркелетіп өсірген, ағайынды туған елді сағындым. Ас болама, сасық сорпа қарана, алма беттен қалмады ғой тамшы қан. Қоңырау қағып оята ада ақырын, тым болмаса сібірлеп жатпайтын. Бостандықта өткен күнді сағындым, желдей зулап кеткен күнді сағындым. Жылқысындай ұшсам, қонсам ерікті, ойдағыдай өткен күнді сағындым.